сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда қазақ еліне танымал қазақ актері Рүстем Жанаманов туралы ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер екен. Рүстем Айбекұлы Жанаманов 1987 жылы 6 маусымда Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ашсай ауылында дүниеге келген. Ата-анасы 6 жасында ажырасып кеткен. Ол мектеп-интернатта оқыған. Бала кезінде бұзық бала болған. Бұзықтығының кесірінен интернаттан шығарып жіберген. Актер мамандығы бойынша оқуға түскен. Ол жалғыз қалғанда ойға бататын, әкемді ойлайтынмын, неге деген сұрақ көп мазалайтын. Бұзық болдым, төбелескендіктен интернаттан қуылдым. Кейін сәті түсіп Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының колледжіне грантқа оқуға түстім дейді актер Рүстем Жанаманов. Кейін анасы 40 жасқа толған шағында екінші рет тұрмыс құрды. Оған қарсылығы болмаса да бастапқы кезде қабылдай алмаған екен. Өзім айтып жүрдім, екінші рет тұрмыс құр деп. Бірақ екінші рет тұрмыс құрғанда қабылдай алмай жүрдім. Кейін үйреністік, өгей әкеммен ара қатынасымыз жақсы. Туған әкемді балалық шақтан іздегенмін, араласып кездесіп тұрамыз. Бізден кейін екінші рет отбасылы болған. Ол кісінің ішімдік ішетін кемшілігі бар. Соның кесірінен өмірі дұрыс емес. Бірақ қазір ішімдікті қысқартты, соған қуанам. Екінші отбасынан қызы бар. Мен ол туралы білмеймін дейді актер. 2012 жылы Жамбыл облыстық қазақ драма театрында Досмұхамедова Дарио Фонның Еркін жұп пьесасын сахналап, театр сынының жоғары бағасына ие болды. 2017 жылы мемлекеттік қуыршақ театрында алғаш рет қуыршақ театры бағытында режиссерлік аспектісін дамыту мақсатында Омаровтың Құлын мен Қасқыр Жусан исі спектакльдерінде ойнады. Қазіргі уақытта мемлекеттік қуыршақ театрының директоры. Фильмографиясы. 2012 жылы Ана жүрегі, Алматы, Ержан Рүстембеков. 2013 жылы Көк тарландары, Сержан Рүстембеков Ержан рөлін сомдады. 2014 жылы Күн сақтаушылар сериалының актері Санжар Сұлтанов, режиссері. Жаңғақ ағашы, басты рөлде Ғабит рөлін сомдады. 2018 жылы Одноклассник, Дамир рөлін сомдаған. 2019 жылы Ғазиз жүрек. 2019 жылы Жаным сенбейсің. 2019 жылы Келінжан, Қылышбек басты рөл сомдады. Менің Сақинам қайда? 2020 жылы. 2020 Келінжанның екінші маусымы Қылышбек басты рөлде сомдады. 2021 жылы Сержан Братан сериалы жас Сержанның рөлін сомдады. Ал отбасына келетін болсақ, жұбайы Жанаргүл Жанаманова 1989 жылы туған. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы. Олар 3 ұл тәрбиелеп отыр.